Ораза кезеңіндегі 5-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Иса өмірдің иесі. Құрметті бауырластарым, бүгін ораза кезеңіндегі 5-ші жексенбіде Інжіл бізге Елазардың өлімінен тірілуі туралы оқиғаны ұсынады. Жохан жазған Інжіл 11:1-45. Бұл Иса Мәсіх жасаған соңғы кереметтердің бірі. Бұл оқиға құтқарылу немесе Пәсіх мейрамының алдында болады. Әрі бұл Иса досы Елазардың өлімнен тірілуі. Елазар Исаның сүйікті досы еді. Еміз Иса досының өлім аузында екенін біле тұра жолға шығады. Бірақ Иса Елазар жерленгеннен кейін 4 күн өткен соң ғана оның үйіне келеді. Бұл барлық үміт жоғалғандай көрінетін уақыт еді. Алайда Исаның келуі Елазардың әпкелері Марта мен Мариямның жүректерінде сенімнің ұшқынын қайта жандырады. Олар қайғыда бола тұра, аз ғана болса да үміт нұрына жабысады. Иса оларды Құдайға сенуге шақырады. Ол қабірді ашуды бұйырады. Содан кейін ол әкесіне дұға етіп, досына, «Елазар, шық!» деп дауыстайды. Жохан жазған Інжіл 11:43. Елазар өлімнен тіріліп, қабірден шығады. Бұл нағыз керемет. Мәселе мынада. Иса үміт жоқтай көрінген сәтте де өмір береді. Кейде адам үмітсіздікке түседі. Мұндай әр қайсымыздың басымыздан өткен. Кейде адам үмітін үзген, жүрегі қатайған адамдарды кездестіреді. Өйткені олар қатты қиын тәжірибеден өткен. Жараланған жүрекке үміт ету қиын. Мұндай жағдай ауыр жоғалтудан, аурудан, көңіл қалудан, әділетсіздіктен немесе сатқындықтан, не үлкен қателіктен туындайды. Адамдар үміттен айырылады. Кейде біз енді ештеңе өзгермейді деген сөздерді естиміз. Осылайша адам үміттің есігін жабады. Бұл өмір жабық қабірге ұқсайтын сәттер. Бәрі қараңғылықта, айналада тек ауырсыну мен үмітсіздік. Бүгінгі Исаның жасаған кереметі бізге бұл соң емес екенін, мұндай сәттерде біз жалғыз еместігімізді айтады. Керісінше, дәл осындай ауыр сәттерде Иса бізге ең жақын болады. Дәл сол кезде ол бізге жаңа өмір сыйлайды. Иса көзіне жас алды. Інжіл бойынша Иса Елазардың қабірі жанында жылағаны айтылады. Бүгінде Иса Елазар үшін жылағандай, бізбен бірге жылайды. Інжіл 2 рет Исаның жүрегі күйзелгенін айтады. Және Иса көзіне жас алды деп ерекше атап өтеді. Жохан жазған Інжіл 11:35. Сонымен бірге Иса бізді сенім мен үміттен бас тартпауға, көз жасымызды тоқтататын теріс сезімдерге берілмеуге шақырады. Иса біздің қабірлерімізге жақындап, тасты алып тастаңдар, дейді. Жохан жазған Інжіл 11:39. Осындай сәттерде жүрегімізде бір ауыр тас жатқандай болады. Сол тасты алып тастай алатын жалғыз Иса. Тасты алып тастау дегеніміз жүректегі ауырсынуды, қателікті, сәтсіздікті тереңге жасырып қоймау. Бәрін қараңғы, жабық бөлмеде сақтамау. Тасты алып тастау дегеніміз жүректегі бар нәрсені сыртқа шығарып көрсету. Біз маған ұят дейміз, бірақ иеміз. Бәрін менің аяғыма қойды. Маған үмітіңді арт. Мен ашуланбаймын. Қорықпа, сенің қасыңдамын. Мен сені сүйемін.
сенің өлімнен тірілгеніңді қалаймын, дейді. Иса Елазарға айтқандай, әрқайсымызға да шық, тұр, алға жүр, сенімді қайта тап, дейді. Өмірде талай рет біз тұра алмай қалған сәттер болды. Сонда Иса, алға жүр, сенімен біргемін, сенің қолыңнан ұстаймын, дейді. Осы сөздерді Иса бізге сәби кезімізде алғашқы қадамдарымызды жасағандай айтады. Қадірлі бауырласым, сені байлап тұрған жіптерді шеш. Сені басып тұрған пессимизмге берілме. Сені оқшаулайтын қорқынышқа берілме. Өткендегі сәтсіздіктердің мұңды естеліктеріне берілме. Сені жансыздықтататын қорқынышқа берілме. Иса бізге, мен сенің еркін әрі тірі болғаныңды қалаймын. Сені тастамаймын, сенімен біргемін. Айнала қараңғы болса да, мен сенімен біргемін. Ауырсыну сені билеп алмасын, үміт өшпесін. Бауырым, қарындасым, шынайы өмірге қайта орал, дейді. Мұны қалай істеймін дейсің бе? Менің қолымды ұста, дейді Иса. Сонда Иса біздің қолымыздан ұстап, бізді қабірімізден алып шығады. Ол бәріміз бастан кешіретін қиын жағдайларда да осылай әрекет етеді. Құрметті бауырластарым, Жохан жазған Інжіл бұл өмір туралы өлең секілді. Осы өлең Пәсіх мейрамына жақындаған сайын шырқалады. Мүмкін бізде жүрегімізде ауыр жүк көтеріп жүрген шығармыз. Бір жасырын күнә, ашуға ұялатын бір нәрсе, жастық шақтағы бір қателік. Кім білсін, бұлардың бәрі сыртқа шығуы тиіс. Иса өзіңе шық, дейді. Енді тасты алып тастап, қасымызда тұрған Исамен кездесуге шығатын уақыт келді. Исаға жүрегімізді ашып, қам қайғымызды тапсыра аламыз. Мұны істей аламыз ба? Өз қабірімізді ашып сыртқа қарап, Иса Масихтың нұрын көруге дайынбыз ба? Әлде мұнан қорқамыз ба? Бізде Құдайдың сүйіспеншілігін көрсететін кішкентай айналар сияқтымыз. Сөздеріміз бен іс-әрекеттеріміз айналамызға өмір сыйлай ала ма? Біз Исадан келетін үміт пен қуанышқа куәлік ете аламыз ба? Бәріміз күнәкармыз. Тағы да тәубені тыңдайтын діни қызметкерлерге айтқым келеді. Қадірлі бауырластарым, өздеріңнің де күнәһар екендіктеріңді ұмытпаңдар. Сендер тәубеханада адамдарды қинау үшін емес, кешіру үшін отырсыңдар. Еміз сендерді кешіргендей, сендер де бәрін кешіріңдер. Үміттің анасы Мариям Бикеш жүректерімізде жалғыз емес екенімізге деген қуанышты жаңартып, бізді қоршаған қараңғылыққа жарық әкелу қабілетін сыйласын. Аумин.